Kediy өмір. Бірінші серия. Тіркеліп лайк басып кет. Рөлдерде Нанның аты Жанна, Нанның аты Айдана, Нанның аты Нұр, анасы, Нанның аты әкесі. Әкесі бұл, аты емес енді. Ал қыздарым, міне үйімізге келдік. Жаңа үйімізге қош келдіңіз. Маған қатты ұнамады. Кетей сияқты қыз. Қызым, қанағат қылсаншы. Иә. Қане кірейік. Қане кіріңдер. Мына жер әдемі ғой отағасы. Мына жер маған ұнамады. Бұрынғы үйімізден қарағанда жақсырақ. Сол үшін осы үйді алдым. Әдемі екен. Қай жер әдемі? Ал мынау ванна. Ойбай, мынау не тағы да? Өшіп жеді ғой адамды. Анашым, әкешім, ана жерде бір нәрсе бар. Не болды? Өлі! Мынау не тағы да? Әкесі? Ой, ол қалыпты жағдай. Оны көрдім. Ух. Жарайды. Ал маған бұл жер ұнамады. Маған мүлдем ұнамады. Бұл жер бір түрлі. Бір түрлі ғой. Қой берсін. Әйтеуір әдемі емес пе? Жарық бар, свет бар. Келесі бөлмеге кеттік, қыздарым. О, мына жерде әдемі екен. Иә, сендер үшін әдейі екі теледидар алдым. Міне. Екеуі де істейді. Точно ма, істей ма? Мынаусы сәл ескілеу. Ал мынау не? Білмеймін. Өйткені сіздер жерге жатпаңыздар. Жоқ, мен төсекке жатам. Ал мен жерге жатам. Апа, сіз төсекке жатыңыз. Ой, қызым-ау, өзің төсекке жата бер. Жоқ, апа, сіз төсекке жатасыз. Ой, өзім білші, мен әйтеуір төсекке жатам. Жақсы қойындар болды. Қой мені киіп алайын. Иә, қыздарым, бізде әзірге киім жоқ. Киім алуымыз керек. Киім қайдан табамыз? Аламыз да енді ақша табамыз. Айтпақшы, біздің стипендиямыз бар ғой. Иә. Айдана, қойшы болды. Анашым, жоқ. Бізде стипендия бар, соған киім алайық. Ал сетке анау-мынауға қалай жұмсаймыз оларды? Иә. Жарайды. Бірақ сонда да біздің стипендиямызға аласақ болады. Әйтеуір үйіміз бар ғой. Айтпақшы, мен бұл үйді сатып алдым. Бұл үйге ақша төлемейміз. Тек светке, доққа дегендей газға төлейміз. О, бұл жақсы жаңалық қой. Ол қанша екен? Оларды әлі есептемедім. Ендеше, қыздарым, сендерге бір жаңалық айтсам қалай? Қандай? Біз қазір киімге барайын деп жатырмыз. О, бұл мүлдем жақсы емес пе? Сол ғой, мен аны шешей салайын. Жүріңдер. Үйді құлдап кетеміз. Жабайық мына жерді. Мен қалып барам. Болды. Мынаны бір жерге жасырып кетейік енді. Болды. Мына жерде әдемі киім табамыз ба? Табамыз.
Керек киімдердің барлығын алып алайық, қыздар. Біз мұнда жаңадан көшкендіктен сөйтейік. Мына киімді алайық, қыздар. Мына киім мен кимеймін. Ал мен киім киіп көрейін. Қалай? Жараспайды. О, жарайды. Әдемі. Бірақ өз көйлегіме жетпейді. Мен алмай қойықшы. Өзім біл. Маған мына киім ұнап тұр. Бұны киіп көруім керек. Қалай? О, мынау енді жарасады, нормально. Осыны алайық ендеше. Болды, енді тағы. Әке, сіз алмайсыз ба киім? Мына бір киімді алайық. Мына бір киімді алайық. Болды, алып болдық па? Иә. Айтпақшы, бізде ақша да жоқ қой. Иә, айтпақшы, мен қазір ақша алып келейін. Анасы, сен сумке алмайсың ба? Жоқ, маған сумке керек емес. Шынымды айт, керек па, керек емес пе? Жоқ, керек емес дедім ғой. Мына жерде әдемі сумкелер тұр екен. Мынаны аласың ба? Апа, мынау әдемі екен. Осыны алыңыз. О, жарайды, ендеше алайын. Ақшаны осы алып жүресің да. Кім ақшаны алып келеді? Жақсы, ендеше мен барып алып келейін. Барып ақшаны ұмытып кеткенімізді. Тез алып келейін. Осы үшін үйге келдім. Осы ақша жетеді. Алып келдім әйтеуір. Міне, алыңдар. О, жақсы. Сау болыңыз, апам. Рахмет. Міне, біз осыларды алдық. Жарайды, әкеліңіз. Сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Рахмет. Болды, алдық. Шаршап тұрым ше. Ой, отағасы айта бермеш бір нәрсені. Я, апау, бағана көрдіңіз бе, менің де осы тура көйлегім бар екен осы жерде. Ала салайық та? Жоқ, апа, керек емес. Онсыз да ақшамыз бітіп қалды ғой. Ала салмайсың ба ал деген сон? Әперіп тұрғанда. Осы киімімді қатты жақсы көрем, өйткені басқаларға қарағанда өзгеше. Жарайды, болды, қайтайық тез. Шаршап кеттім. Әке, қойыңызшы, менен ғой, мыналардың бәрін көтеріп жүрген. Шынымен шаршадық. Шай қойшы сосын, аха. Мен ашайын. Болды, кіріңдер қыздар, тез. Қыздар, сендер бәрін істей беріңдер, мен шай қояйын. Мен отырып демалайын. Кім жүр, кеттік. Жарайды. Тез мына киімдерді орнатып қояйық. Үштес салайық шынымен де. Мына жерде бос орын жоқ қой, не істейміз? Менен сұрадың ба соны? Мен қаяқтан білейін? Мына жерге қоя салайық. Ендеше мына сандыққа қояйық бәрін. Киімдерімізді. Барлық киімдерді осы жерге қоямыз ба сонда? Қойсақ қоямыз да енді. Қой берші. Басқа қоятын жер көріп тұрсың ба?
Жоқ, енді не дейсің? Мына жерге қоя салайық, болды. Мына кітаптарды басқа жаққа қояйық. Қайда қоямыз оларды? Суырмаға саламыз ба? Мына жерге қоямыз. Міне. Жарайды. Сен как дұрыс болсыншы осы. Болды. Міне мына жерде орын босады. Айдана қойшы болды. Жанна. Сен өзіне қарабаш. Мен сенің әпкеммін, түсіндің ба? Не айтатынымды өзім білем. Ой, қойшы болды. О, апамызға мынаны апарып берейін. Баш, тез. Апа, сіз мынаны киіп алыңыз. Сізге әдемі жарасады. Рахмет, қызым. Осыны алуды ойлап тұр едім. Мына жерде. О, жұмыртқа бар екен ғой. Жұмыртқа жейік ендеше. Кешіріңіздер, байқамай қалдым. Мына жерде сковородка. О, бар екен как раз. Міне. Міне қорып жатырмын, апа. Мұнда қойып қоя салайын. Ой, мынау. Мынаны қайда қоямын? Мынаған салу керек. Қолым кеп барады. Қызыма байласаншы. Келер жұмыртқаны қорайын. Кім бұл жұмыртқа жемекен? Жесе жейтін шығар. Тезетен алайыншы. Бәсе, үстенші. Әкен ма сізге? Істеміз қайдан жұмыртқа аламыз енді? Қызым, білмеймін. Болды. Апа, сізге бұл. Қолым кеді? Қызыма байлап ұстасыншы. Кім шақырып кеш? Әпкенді. Атнашым сені шақырып жатыр. Не үшін? Тұқым жейсің ба? Тұқым жемеймін, қойш. Қарным аш емес пе? Жоқ, қарным аш емес. Болды ма? Одан да теледидар көрейін. Жақсы, өзім біл. Мен кеттім. Анашым жемеймін дейді. Жарайды, өзі білсін. Жек. Жарайды. Мен жұмыртқам түсіп қалды. Енді шай қойып берейін. Мына жерге отырайын мен. Әке, мен екеу төрге шығып алғам, отырыңыз. Соны айтам ғой, қызым. Елсай. Жақсы болды. Фуна, кір ғой су. Ой, мама, неге мына жер кір су? Қызым, енді не істейміз басқа? Жарайды, далаға жуа салармын, қоя салшы. Далаға жуа салшы, мен мынау кір ғой жаман. Бірінші бөлімнің соңы.